Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі жаратылыстану сабағымыздың тақырыбы қан айналым жүйесі дегеніміз не? Оқушылар, қан айналым жүйесі дегеніміз не екен? Мұқият тыңдайық. Қан айналымы дегеніміз қанның жүрек арқылы қан тамырлары бойымен жылжуын айтамыз. Қанның жүрек арқылы қан тамырлары бойымен қозғалсын қан айналым жүйесі дейді. Жүрек пен қан тамырлары не істейді екен? Қан айналым жүйесіне қатысады екен. Қан айналым 26 секунд ішінде адамның бүкіл ағзасын толық айналып шығады. Қан барлық ағзаларға, ұлпалар мен жасушаларға оттегі, су, қоректік заттар, тұз, дәрумендер жеткізеді. Қан жүрек жиырылу арқылы қозғалысқа келіп, қан тамырлары арқылы айналым жасайды. Қан айналым жүйесі жүректен және қан тамырлардан тұрады. Қан тамырлары арқылы қан ағза мен ұлпалар арқылы қозғалып жүрекке құяды. Енді оқушылар, күре тамыр дегеніміз, адамдарда күре тамыр, көк тамыр деген тамырлар болады. Күре тамыр және қыл тамыр болады. Күре тамыр бұл қанды жүректен алып шығып дене мүшелеріне тарататын тасымалдаушы ірі қан тамыры және оттегімен байытылған қанды жүректен ішкі мүшелерге тасымалдайтын қан тамыр болып табылады. Ал көк тамыр дегеніміз қанды адам мен жануарлар организмдері мүшелер жүйелерінен жүрекке алып келетін қан тамырларының жүйесін көк тамыр жүйесі деп атаймыз. Көк тамыр арқылы қан жүрекке құяды. Қанның адам ағзасын түгел айналып шығуына жүрек көмектеседі. Енді жүрек дегеніміз бұл бұлшық ет. Қолымызды қысып қарасақ, соның көлеміндей, дәл қолымыздың көлеміндей болады. Міне балалар, жұдырығымызды бірнеше рет ашып жұмып көрейікші. Жүрегімізде дәл осылай тоқтамай жиырылып тұрады. Сол арқылы адам ағзасында бойлап жүруіне көмектеседі. Жүрек күні-түні тоқтамай жұмыс істейді. Егер де адамнан қан кететін болса, оны тоқтату үшін жәрдем көрсетуіміз керек. Жараның айналасын тазалап, таза таңғышпен байлаймыз. Егер мұрыннан қан ақса, танауды қысып, басты шалқайту керек. Қан тыйылмаған жағдайда дәрігерді шақыртқан жөн. Жақсы оқушылар, енді соғуын байқап көрейік. Кішкентай балалардың тамыры минутына 120 рет соқса, ересектердің минутына 70 рет соғады. Яғни қалыпты дені сау адамдікі, үлкен адамдікі 70 рет соғуға қажет. Егер де одан көп болған жағдайда дәрігердің, яғни жүректі емдейтін кардиологқа қаралу қажет. Адам неғұрлым тезірек қимылдаса, соғұрлым көбірек энергия жұмсайды. Оның орнын толтыру үшін қан ағзаға жылдамырақ тарайды. Сол үшін жаяу жүріп, суда жүзу, таза ауадағы қозғалыс ойындары қан айналым жүйесінің жұмысына жәрдемдеседі. Жақсы оқушылар, сау болыңыздар.